Тағдыр соққысы атты жаңа фильмнің түсірілімі Теміртау қаласында өтті. Фильмнің сценарийін жазған Төребек Өренов, режиссерді өзі. Фильмнің желісі өмірден алынған Амина атты қыздың тағдыры жайлы. Тағдыр соққысы бір қыздың өмірбаянын түсіріп жатырмыз. Бұл өмірден алынып жатыр. Бір 50-60% өмірден алынып жатыр. Бір Амина атты Аминаның өмірбаяны. Жаңа Амина ерке қыз, бір кемпір шалдың ерке қызы. Ол еркелікпен күйеуге шығып, ол күйеуі екеуі бір-бірін жақсы көріп үйленеді. Енді ана жігіт бас рөлдегі Сәбит атты. Ол Аминаны тастап кетеді. Ақшаға беріліп. Ол одан кетеді. Сосын Амина Сәбитке, Саматқа тұрмысқа шығады. Саматтың ауру інісі болады. Жаңағы сол ауру інісі арқылы одан да ажырайды. Бұл қыздың тағдыры. Жаңа фильмнің басты рөлін Бердіқұлов Нұрлан есімді жас жігіт сомдап отыр. Шымкент қаласының тумасы, мамандығы гидротехник. Киноға алғаш рет түсіп отыр екен. Бұл фильмде ол Самат атты нашақорлыққа салынған жігіттің рөлін сомдайды. Бұл кинода жалпы Саматтың рөлін сомдап отырмын. Басты рөлде. Киноға жалпы бірінші кином, Құдай қаласа бұдан кейін де жақсы киноларға түсемін деген үміттемін. Ол Самат өмірде Аминаның күйеуі болады, ал мені Сәбит нашақорлыққа былай алып келеді, итермелейді. Мен сол себепті қазір нашақор болып кеттім. Енді фильмнің соңында мен өз қалпыма келіп, жақсы Амина екеуміз жақсы отбасы боламыз қайтадан. Фильмдегі нашақор жігіт жайлы эпизод қаламыздағы 9-шы ықшам аудандағы бос қалған үйдің бірінде түсірілді. Түсірілім тобымен қатар оқиға желісіне орай өртті сөндірушілер мен жедел жәрдем қызметі де келді. Жалпы эпизодты түсіруге түсірілім тобы түгел атсалысты. Ал оған Теміртау қаласы, Қарағанды мен Шымкент қаласынан барлығы 50-ге тарта актерлер тартылыпты. Фильмнің бас продюсері Бексұлтан Сапарханов, продюсері Фазыл Қойшыбаевтар. Қазіргі таңда бұл фильмді түсіріп жатқанымызға бір аптадай болып қалды. Алла қаласа осы бір айдың ішінде бұл фильмді түсіріп, аяқтап, жақсылап өңдеп, жарыққа шығарамыз деген ойдамыз. Халықтың көңілінен шығады деген ойдамын. Бұл фильмге көптеген қаражат кетті. Өзімнің осы түсірілім алаңында жүрген барша актерлар мен Ташкент қаласына шақырған операторға өз алғысымды білдіремін. Барлығы ат салысып, бір ауыздан бір жұдырықтай болып, осы игі істі бастап жатқан жайымыз бар. Бұған дейін 2-ші мамыр айларында біз Махаббат үшін атты фильм түсірген болатынбыз. Жалпы Махаббат үшін атты фильм шығардық. Оны бір айдың ішінде түсіріліп, өңдеп, қазір Алла қаласа қазан айында Қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсетеміз деген ойдамыз. Жалпы Төребек Өренов ағамызбен бірге осы 2-ші жобамыз бірге жұмыс істеп жатқанымызға Алла қаласа болашақта жақсы жоспарлар бар. Жаңа фильм бір айдан кейін кинотеатрларда көрсетілетін болады. Ал Төребек Өреновтың бұған дейін де 2 фильмі жарыққа шығып, көрермендеріне жол тартса, осы маусымда тағы 4 фильмнің түсірілімі жасалып әзір тұрғанын айтады. Жалған дүние, расплата, сынақ деген қысқа метраж кино түсірген болатын. Сосын қазір Эго деген жақында шығады олда. Алла бұйырса, Эго, Махаббат үшін деген фильм түсірдік осы жылы. Өзбекстанмен совместный түсірдік. Оған мен 2-ші режиссер болып бардым. Бірінші Феруза Егембердиева, режиссер-постановщик. Жоғалған бақыт деген кино түсірдік. Теміртаулық режиссер Тағдыр соққысы фильмнің жалғасын Астана қаласында түсіруде. Бір айдан соң осы жаңа дүние көпшіліктің назарына ұсынылмақшы.